Ақжол газеті бұл Әулиеата өңірінің ең басты баспасөзі, қара шаңырағы. Бұл жерден енді шын айтуымыз керек, қаншама мықты әрі тұлғалар жұмыс жасап, үлкен мектеп қалыптастырып кеткен үлкен ордалы ұжым. Енді ол жердегі ұжыммен жақсы таныспын, тарихын бір кісідей жақсы білем. Осы Ақжол газеті осыдан 100 жыл бұрын 1922 жылы Садық Абыланов ағамыз бастап ең бірінші бас редакторы болып осы газет қалың бұқараға жол тартқан екен. Енді ол кезде өздеріңіз білесіздер, 100 жыл бұрын 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді, мүлдем басқа заман болды. Сол кездегі мысалға Садық Абыланов деген ағамыз, өздеріңіз білесіздер, Алаш қайраткері, сол Алаш партиясының үкіметінің мүшесі болған. Бұдан да бір үлкен бір сабақтастықты көруге болады. Бұл газеттің жоғарыда айтып өткендей тарихы терең, мықты қазақтың қабырғалы жазушылары, журналистері, қаламгерлері жұмыс жасаған үлкен аға басылым. Осындай біздің елімізде 100 жылдық тарих бар басылымдар өте аз. Соның басында алғашқы ондықта тұр деп айтсам қателеспеймін. Осындай Ақжол газетінің осы 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Енді өңірден шыққан Баттал Жаңабаев, үлкен ағаларымыз Бекбосын, жаңағы Көсемәлі Сәттібаев, тіпті Кемел Тоқаев та осы газеттің қабырғасында жұмыс жасап, осы халыққа сол сәтте өз кезеңінде, заманында халыққа еңбек жасаған болатын. Сол себептен бұл ордалы, үлкен, тарихы терең басылымның мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл тек қана Жамбыл өңірінің, Әулиеата өңірінің тұрғындарының басылымы емес, бұл қазақ еліне кеңінен тарайтын қабырғалы газет деп айтсам еш қателеспеймін.